Қазақта әулие де жақынын қолдайды, қанына тартпағанның қарысынсын деген мақалдары бар. Бұл тұжырымдардың сырын білмеген адам қазақтардың ата-бабалары мен әулиелері жайлы әртүрлі ойда болуы әбден мүмкін. Себебі билеріміз қарақылды қақжарған билік туралы айтып жүргенде сопылық ілімді аса жоғары деңгейде меңгерген әулие пірлеріміз неге әулие де жақынын қолдайды деп қанына тартпағанның қарысынсын деген сөз айтты. Себебі адам бойындағы қызыл қанда қарапайым адам түгілі бүгінгі ғылымда біле бермейтін мынандай құпия бар. Жаратқанның құдіреті кез келген адамның әлдеқашан қурап қалған сүйегі өз атасын жазбай таниды. Мысалы, өз туған атасының не әкесінің қанын қу сүйекке тамызса, сүйек сол бойды өзіне сіңіріп алады. Ал сүйек басқа адамдікі болса, қан шөлмектің бетіне тамған сияқты болып, қашан кепкенше тұрып қалады. Мынандай бір әңгіме айтып берейін. Катеке, деді Таласбай, 1931 жылы алапат аштық болды. Адам қынадай қырылды. Көпшілігінің бетінде жасыра алмай қалдық. Мына жерде 7 адам бірге жатыр. Екеуі сіздің екі ұлыңыз. Өз қолыммен қатарлап қойдым, бірақ қай қатарда жатқанын айта алмаймын, ұмыттым. Екі қарттың айтуы бойынша жас жігіттер қабірдің бас жағын ала қаза бастады. Зеден аса бір бас сүйек шықты. Топырағы тазартылған сары тап болған сүйекті алдына қойып, Катекең қалтасынан бәкісін алды да өз сұқ саусағының басын тіліп жіберді. Тамшылап аққан қанды бас сүйекке тамызды. Қан сүйекке тамшы болып тұрып қалды. Бұл менің ұлым емес, деді қарт. Екінші бас сүйек қазылып алынды. Қарт өз қанның бір тамшысын тамызған сәтте қан бас сүйекке құмға құйған судай сіңіп кетті. Сол сәтте Катекең: «Ботам, жаным, мен әкеңмін, әкең келді басыңа. Құдайдың бұл кездестіргеніне шүкір», деп бас сүйекті кеудесіне қысып алып, домалантып сүйе бастады да бүгіле берді. Катеке, деді Таласбай. Катекең үзіліп кеткен екен. 28 жыл бойғы құпиясын дана қарт өзімен бірге ала кетті. Бірақ ол қан деген сөздің құпиясы мен құдіретін ашып кетті. Сейіт Кенже Ахметұлы.